Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Сабағымыздың жаңа тақырыбын бастамас бұрын берілген суреттерге назар аударайық. Суреттерді сөйлет Айдары. Берілген осы екі суретте қандай жыл мезгілі бейнеленген? Дұрыс айтасыздар. Жазғы тұры. Суреттерде қандай табиғат құбылыстарын байқадыңдар? Дұрыс. Күн жылынды. Құстар жылы жақтан ұшып келді. Жасыл шөп шықты. Ағаштар гүлдеді. Бұл табиғат құбылыстары жазғы тұры мезгілінің келуімен байланысты. Демек сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаевтың жазғы тұры қалмайды қыстың сызы өлеңі. Бұл өлең табиғат лирикасына жатады. Сабақтың мақсаты Абайдың жазғы тұры қалмайды қыстың сызы өлеңімен толық танысу. Өлең мазмұнымен танысып, сұрақтарға жауап беру. Өлеңді жаттауға машықтану. Жаңа сөз тіркестерді қолдана отырып, сөйлем құрастыру. Бүгінгі сабақта қажетті сөздер. Жазғы тұры, масаты, елжіреу, жан-жануар, сыз, өң, гүл бәйшешек, бұлбұл, көкек, сай, қой қоздау. Берілген сөздердің орысша баламасын сөздіктен тауып, дәптерлеріне көшіріп жазыңыздар. Балалар, Алжир музейінің қызметкері Зайкенова Меруерт ханым дайындаған бейне жазбаға назар аударайық. Мен Зайкенова Меруерт, Алжир мемориалды мұражай кешенінің қызметкерімін. Хакім Абай атамыздың жазғы тұры өлеңін қабыл алыңыздар. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы. Масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, атанадай елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жыл құсымен, жайрандасып жас күлер құрбысымен. Көрден жана тұрғандай кемпір мен шал, жалбандасар өзінің тұрғысымен. Қырдағы ел, ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойыны босап, сыбырласып, сырласып, мауқын басып. Түйе боздап, қой қоздап қорада шу, көбелекпен құспенен сайда ду-ду. Гүлмен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып, бұрандап ағады су. Көл жағалай мамырлап қу менен қаз, жұмыртқа іздеп жүгіріп балалар мәз. Ұшқыр атпен зырлатып тастағанда, жырқ-жырқ етіп білінер көк дауылпаз. Қыз қатарлап байлаған қанжығаға, қыз бұрандап жабысып қылады наз. Жазға жақсы киінер қыз келіншек, жер жүзіне өн берер гүл бәйшешек. Қырда торғай сайраса сайда бұлбұл, тастағы үнін қосар байғыз көкек. Жаз жіберіп жан берген қара жерге, рахметіне Алланың көңіл сенер. Мал семірер, ақпенен ас көбейер,
адамзаттың көңілі өсіп көтерілер. Кемпір шал шуақ іздеп бала шулар, малмазатсыз қуанып аунап құлнар. Жыршы құстар әуеде өлең айтып, құйқу салар көлдегі қазбен қулар. Адам тіктеп көре алмас күннің көзін, сүйіп жылып тұрады жан лебізін. Қызыл арай саралтын шатырына, күннің кешке кіргенін көрді көзі. Өте тамаша. Бүгін біз Абай Құнанбаевтың жазғы түрі қалмайды қыстың сызы өлеңіндегі айтар оймен толық танысқан сияқтымыз, я? Енді тапсырма орындауға кірісейік. Бірінші тапсырма бойынша суреттердің орнына керекті сөздерді қойып мәтін құрастырыңдар. Құрастырған мәтіндеріңді дәптерлеріңе көшіріп жазыңыздар. Көктем келді. Күн жылына бастады. Жер күндіз жібіп, түнде тоңазыды. Балалар, айтылған сөйлемдерді дәптерлеріңізге көшіруге болады. Келесі суреттермен жұмыс жасайық. Бірінші суретте құстардың суреттері. Яғни сөйлемде құстар ұшып келді. Екінші суретте бәйшешектің суреті. Яғни бәйшешек шықты. Үшінші суретте жазғы түрі. Көктем мезгілі. Яғни мен көктем мезгілін ұнатамын. Бұл сөйлемдерді де дәптерлеріңізге көшіруге болады. Келесі тапсырма бойынша сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар. Көп нүктенің орнына белгілі бір сөйлемдерді жазуларыңызға болады. Мысалы, маған көктем мезгілі ұнайды. Себебі екінші сөйлем күн жылына бастады, сондықтан. Сөйлемді әрі жалғастырасыздар. Жылы жақтан құстар ұшып келді. Себебі үшінші сөйлемді де жалғастырасыздар. Ал енді сабағымыздың аяқталуына кезек келді. Резюме әдісін пайдаланып, сабақ туралы ой пікірлеріңді жазыңдар. Сабақ ұнаған болса, ұнады, өйткені деп себебін жазасыздар. Немесе керісінше. Ал үй тапсырмасы бойынша сөз жұмбақ шешу. 6 сұраққа жауап бере отырып, осы көздерді толтырасыздар. Бастапқы сөз көктем. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.